Әбіш Кекілбаевтың Аңыздың ақыры романы. 1 бөлім. Қызыл алма. Ат тұяғынан құм сауырын ойып түскен дөңгелек шұңқыр лезде қайта толады. Алдындағы оқ бойы озық өңшең құла ат мінген күзет сарбаздарынан тау-тау шағылдың беткейінде шашырап қалып жатқан көп із көзді ашып жұмғанша ғайып болады. Сусыма құм баянсыздықтың, тылсым құдіреттің танытқысы келгендей құп-қу жүзіне жолап кеткен сәл таңбаны жалмап жұтып жатыр. Әмірші ұлы шөлге келгелі бері оппа құмның осы бір обыр мінезінен назарын қанша алып қашса да құтыла алмай-ақ қойды. Сарала күйменің ішінде сусылдақ құмаққа шашасын қаптырып малтыға жорғалап келе жатқан көп аттың тұншыға шыққан жапа тармағай дүсірін тыңдай мезі боп кетіп, тұсындағы селдір пердені ысырып сыртқа қарадақ көзіне ылғи сол түседі. Шыңылтақ көктем. Қыста қар өріп жармаған жабыраңқы шөл көзіңді қажытады. Жүзген мен сексеуіл әлі бір жармапты. Сояу қалпы. Төңірек түгел мүлгіп отыр. Дөңкеген шағылдар да, тырбық құм бұталары да ғұмыры қыбыр қимыл көрмегендей жер тістеп жатып алыпты. Тасбақаның дауылы басылғаны таяуда ғана емес пе еді? 5 күн бойы қарсы алдынан таңдырдың деміндей бет шарпыған қызыл жел ұрған да тұрған. Әлдеқандай долы дүлей қара жерді тас талқанын шығарып, күл ғып уатып, сосын бір алапат табаққа салып ап, елеп кебегін желпіп ұшырып жатқандай. Жер мен кек түгел шаңға айналып кеткенді. Қара құрым қалың қол бірін-бірі көре алмай, кеуделерінен төмпештей ұрғылап, кері иттерін баққан қызыл желді бетке ұстап ілбиген де отырған. Күллі дүние түген тигендей тулап шыға келгенді. Аспан қайда, жер қайда, ешкім ажырата алмастай. Құлақ сарыстып ұлып тұрған жел. Күллі кеңістікті бір өзі иемденіп, асыр салып, ойнақтап жүрген шаң тозаң. Енді дүние қайта орнына келместей, сол бір шаң тозаңға айналған қалпы бір жола күллі көкке ұшатындай. Әумесер жел бұл мініп келе жатқан сары күймені де жер бетінен жұлып ап, төбесінде бедірейіп жатып алған сұп-сұр кеңістіктің әлде бір тұңғиығына жітіріп жібергісі келгендей екілене жұлқынады. Аттар әбден титықтап болдырды. Жұрт көздеріне құм құйылып, желге қарай жүре алмай ит сықыры шықты. Сонда да шеруді кідіртпегенді. Тоқтағанда қара құрым қалың қол шөлде ықтасын табала ма? Қайта тентек жел күймелер мен жүктерді құла түзге бет-бетіне қуып әкетуі де мүмкін. Шөлдің есірік дауылы талай-талай керуендерді құм астына көміп те кеткен. Бұрын тасбақаның дауылы мен қазаның кірісінде жолға шықпаушы еді. Осы жолы елге қалайда көктем басында оралам деп амалсыз ұрынып отыр. Бірақ әлдекімнің қарсылығын көрсе бұрынғысынан бетер қарсып бағатын әдетіне басып әбден тістеніп алды. Дүниені көктемде бір дүрліктіретін жел күшті ме? Жоқ, қаласа жарық жалғанның астына үстіне келтіретін бұл күшті ме? Дегенмен найзаңа ілікпейтін, қылышын кеспейтін мына жел деген пәленің осынша жын ойнағына зырданы қайнап та келеді. Сонда да тоқтаймыз ба, қайтеміз дегендей сары күймені айнал соқтап қайта келе берген